болатын не сыйлық жасасам екен деп ойлап жүрген. Соған уақытым жетті де оның өзіне айтқан жоқпын. Сол жерге ғимаратымен келісіп, оны алдым да сол жерге ремонт жасадым, ішіне кішігірім студия аштым, балаларды оқытуға дайындадым. Енді ол кезде бұндай үлкен мектеп жоқ. Дегенмен ең бірінші қолға алған дүниеміз Қарақаттың ұстап жүрген жетігені. Жетіген жалпы бір ғасыр жоғалып кеткен аспап. Оны Болат Сарбаев деген ғалым ағамыз кезінде 60-шы жылдары консерваторияға іліктіріп үлгерген. Бірақ одан кейін оны қолға алып, оны танымал қылып насихаттаған ешкім болмаған. Сондықтан бүгінгі таңда жетіген деген аспапты білесіздер ме жалпы? Онда Қарақат мектебіне сол үшін үлкен рахмет айтуға болады, шын айтқанда. Сөйтіп біз ұрпағымызды өзінің ұлттық үндеріне, домбырасына, жетіген аспаптарына, халық әндеріне, әрине эстрадаға әндерге бәріне бұрып тартып, соны аша бастадық. Ашуымыздың өзі қызық болды, өйткені Қарақатқа айтқан жоқпын мен. Мектепті әбден дайындап болғаннан кейін үйге келдім, сізге бір сюрприз дайындап қойдым деп Қарақатты ертіп алдым. Қайыққа барамыз дейді. Келдім де есік алдына тоқтадым. Сосын кілтті қолына бердім да, ал енді бір алланың атымен осы есікті аш. Бұл не дейді? Ашса енді көресің ғой деймін ғой. Сөйтіп Қарақат ішіне кіреді. Әлі үндемеймін, ананы класты көрсетемін, мынаны көрсетемін, бүйтіп ашам, студияны ашам. Аң-таң. Бұл не нәрсе дейді да? Өзің қалай ойлайсың? Студия ма дейді да? Бірақ ана бөлмелер не үшін? Айтамын, Қарақат, бұл сенің мектебің. Бүгіннен бастап, осыдан 12 жыл бұрын. Бүгіннен бастап мектебің, міне 3 баланы әке-шешесі маған оқытшы деп жүрген, осы үшеуі сенің шәкіртің, осы мектептің директор да өзіңсің, енді ұстаз да өзіңсің, завуч та өзіңсің, ректор да өзіңсің, уборщицасы да өзіңсің деп қолына ұстатам. Аллаға шүкір, мінекей дұрыс ниетпен ашылған нәрсе. Бүгінгі таңда 10 қалада 10 мектебіміз бар. Оның біреуі Шымкентте, жақында Сарыағаштан ашылды. Сондықтан да біздің ұрпаққа қызмет ету, ертеңімізді ойлау, ол бүгіннен басталмақ. Сол бал-баладан келген нәрсеміз мектепке қарай өсті. Бүгінде мектептерімізде бәленбай мың бала оқып жатыр. Әр қалада, әр қарайда ашылып жатыр. Жақында Оралдан ашылмақшы деген сияқты ақырындап өсіп келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Ұрпаққа адал қызмет, ол тек мектеп. Әрине біздер ресторандарда ашуымызға болады, палауханалар, не бір ақшасы көбірек қойың, бірақ одан менің ұрпағыма, сіздің ұрпағыңызға ешқандай қорек келмейді. Сондықтан да ұрпаққа қызмет үшін жасалған дүниелер осы Қарақат мектеп студиясы деп білем. Бүгінгі таңда қара шекпенін кигізіп, жетіген аспабын насихаттап, бүгінгі таңда қыз балалардың бәрі жетіген болды. Аллаға шүкір, тек қана жетігеннен ұстаздарымыз жоқтың қасы. Шымкентте бір-ақ ұстаз бар, жетігеннен сабақ береді. Атырауда да біреу-ақ. Тіпті кейбір қалаларда ол жоқ та. Соны амалдап, өсіріп, өндіріп келе жатырмыз. Бірінші Алланың арқасы, екінші ата-аналардың арқасы, үшінші сонда оқитын балапандардың арқасы. Құдайға шүкір, қазір енді бұйыртса Гиннеске қатысамыз ба деген ойымыз бар. 500 ба, 700 ба жетігенше жинап, бір түсірмек ойымыз бар. Ешкімге айтып қоймаңыздар, Сондай арман мақсатпен өмір сүреміз енді бәрімізде. Енді мектеп ары қарай немен жалғасу керек? Біздерде 5 жыл оқиды бала. 5 жыл оқыған кезде біздерде здрасте деп келетін кішкентай балалар көп. Бізде 4 жастан бастап алынады, 17 жасқа дейін балалар қабылданады негізі. Сол ортаның бәрі қазақша болғаннан кейін, ана тілінде ұлттық дүниеде болғаннан кейін, ол балалардың бәрі өзінен өзі қазақша сөйлеп кетеді. Және сол балалардың домбыраға дейін ынтасы 3-4 айда кәдімгідей ән айтып кеткен кезде таң қаласың. Ол баланың ішкі сұранысы. Яғни бала дүниеге келген кезде ана тілін естігісі келеді екен. Ана тілімен өйткені қоректене алады, басқа тілмен бала қоректене алмайды. Жай ғана естиді, қабылдайды, жаттап алады. Сол сұраныстың
баланың ішкі дүниесі туралы бала айта алмайды ғой. Сондықтан домбыраны ұстатып, оны үйреткен кезде жаңағы орысша сөйлеп кеткен қазақтың балаларының бәрі зырылдатып тұрып домбыраны көсіп тұрып ойнайды, жетігеннің бәрін меңгеріп кетеді. Өйткені бала деген дүние ол кішкентай ғана бала емес, ол Алладан берілген сәуле, ол үміт, ол бәріміздің бақытымыз. Сондықтан да мінекей толқыннан толқын туаттың бір дәлелі осы. Ал енді Ұлытау тобына келетін болсақ, бұл да бір қазақтың тарихында тұңғыш жасалған, қазіргі таңда әлемде аналогы жоқ. Сіздер мысалға Ресейде балалайка ұстап жүрген бірде-бір топ көрдіңіздер ме? 150 миллион халқы бар. Көрдіңіздер ме? 1 миллиардтан асатын Қытайда өзінің ұлттық аспабын арқалап алып әлемде жүрген топ көрдіңіздер ме? Ал біздерде 18 миллион ғана халқымыз бар. Біздерде соның бәрі бар, Аллаға шүкір. Солай ма? Енді ютубта біздерден біраз ақпарат жүрген, негізі Ұлытау туралы. Ұлытау тобының өзі құрылуының өзі де бір өте күрделі нәрсе, синтез жасаудың өзі де өте күрделі жасамен 2 жылдан астам Құрманғазының күйлерін гитарамен, барабанмен көмкеру өте қиын болды. Өйткені біздің домбыра, күй деген дүние, күйің келіп тұрса тез ойнайсың, күйің келмесе ақырын ойнайсың, иә? Өзің білесің, ол барабанға көнбейді, ол гитараға да көнбейді. Сосын барабан гитараны осы домбыраға көндіру өте қиын болды да. Бірақ адамда ішкі ниеті дүзу болатын болса, алдына мақсат қоятын болса, міндетті түрде адам жете алады оған. Осының бір дәлелі. Содан Ұлытауды құрып болысыменен біз Голливудқа шақырылдық. Бір үлкен 86 мемлекет қатысатын үлкен сайыс дейікші енді, бәйге былайша айтқанда. Сол сайысқа барайын деп 11-ші жылы естеріңізде болар, Америкада 2 башня жанып, бүкіл әлем тітреп тұрған кез естеріңізде ме? Біз соның айналасында 1,5 ба 2 айдан кейін барып Америкаға бардық. Біздерді бірінші станы бар деп виза бермей қойды бізге. Ешқандай виза бермеді. Міне 1-ақ күн қалып, біз ертең шықпасақ үлгермейтін күні бір Алланың көмегі болар. Кешке қарай ол кезде сотовый телефон деген аз, пейджер деген болады, естеріңізде шиқылдақша мына жерге салып жүреді. Содан позвоните посольство Америки деген шиқылдады. Бір жерге кірдім да телефондарын алып звондап, сөйтсем, сіздерге виза ашылып тұр бүгін дейді да. Визаны алып қуандық. Сөйтсек оған бару үшін кәдімгідей қаражат апаруың керек. Жолың бар, тұратын жерің бар, қатысатын анауың бар, мынауың бардың бәріне. Сонымен сағат түнгі 3-те бәрін аралап жүріп, керекті суманы таптым. $25,000 болатын. Ол үлкен ақша ол кезде. Қазірде аз емес қой. Бәрі бір Алланың қалауымен ғой. Соны тауып алып, ертеңіне біз деген таңертең самолетқа мініп, Лос-Анджелеске келіп түстік. Сөйтсек бізді ешкім күтіп алған жоқ. Адрес та жоқ, дым да жоқ, ешкім күтіп алмайды, сотовый телефон да жоқ. Әйтеуір бір білетінім Голливуд, екінші білетінім гостиница Хилтон. Содан 2-3 сағат әр жүрдік бер жүрдік сосын таксистерден сұрашы, Голливуд қанша километр мына жерден деп бір таксистке келіп өзіміз тілімізді сындырып, ана біздің скрипкада ойнайтын, гитара ойнайтын жігіттер ептеп ағылшынша білетін, тілімізді сындырып, содан Голливуд бір бәле деп сұрап тұрсақ, ой, откуда, ребята, десін ана орысша. Әкем тіріліп келгенде қуандым бар емес па. Содан, брат, нам надо доехать до Голливуда десін бе, это 40 километров отсюда дейді. Содан енді жаңағы машинаға мініп алып, келеатырмыз Голливудтың ішіне кіріп деген кезде сұрайды, сіздер қайерге апарайын дейді. Мен айтамын, гостиница Хилтон. Біздерде мысалға бір-ақ гостиница ғой, Хилтон деген мысалға. Оларда 93 гостиница бар екен. Басымды қасып тұрып, енді қайық, оны 93-ін аралап жүресің бе мысалға. Соны ойландым да, бір желісін тауып алсақ, ары қарай сұрап, звондап тауып алармыз деген ниетпен, бірінші гостиница Хилтон қайсы келсе, соны апара қойшы дедім жаңа кісіге.
сағат түн болып кеткен, 11-ден кетіп қалды уже. Сол гостиницаның ішіне кіріп сұрастырып жатсақ, тура сол гостиницада болып шықты жаңа үлкен конкурс. Сағат түнгі 12:15 қалған кезде біз орналастық та президенттердің номерін сұрадым, өйткені ертең басталады жаңа конкурс, таңертең. Сөйтіп түн ішінде өзімді ағылшыншам жетісіп біліп тұрғаным шамалы, қолымда карта, жаңа есігін қағып, алла қалағанда ұйықтамапты ана кісі. Сосын енді халау деп амандасып жіберіп, жаңа сұрап жатыр қаяқтан деп. Картаны ашып көрсетсем де, мынау Қазақстанды көрсетсем де бүйтіп. Сөйтсем мына о май гав деп басын ұстайды анау ше. Енді тынық мұхитынан асып келесің ғой анаған, бәленбай сағат ұшасың. Сөйтіп көмекшіні шақырып алды, ол орысша біледі екен. Сол көмекшісіне айтып түсіндіріп, бірденнен жазыңдар деді мына жігіттер. Бүкіл елден 100 адам, 200 адам барған, біз 4-іміз шошайып. Содан ертең таңертең конкурс болды. Оның условиялары, егер сіз жеке әнші болсаңыз, 1 минут уақыт береді. Адамның көптігі сондай, 86 мемлекеттен, енді 200 адамды есептесеңіз, қанша адам, Құдай сақтасын. Сөйтіп жаңа таңертең басталып кетті бәрі. Bir кезде өзім пультта тұрмын, ұлтаудың шығатын кезі келді. Минусовая фонограмма, сіздер жақсы білетін шығарсыздар енді. Тек аранжировка жасалады да, барабан нелері, қалғанын бәрін тірілей ойнайды. Домбырада, скрипкада, гитарада. Мен пультте тұрмын, ал топқа 3 минут уақыт беріледі. Екінші произведениесіне 1 минут уақыт беріледі. Яғни біз адайды ойнайтын болсақ, келесі ойнайтын Вивальдиді 1 минут ойнауымыз керек та. Соны енді осы жерде не құласаң құлайық, құламасақ өтейік дедім да, өйткені көріп отырмын, арт жағынан анау жерде 10 шақты жюри мүшелері отыр да. Содан бісміллә деп ұлтау сахнаға шықты, адайды жібердік, басында барабандар ұрып деп, домбыра ұрды, скрипка ұрған кезде Американың жаңағы адамдары өте бір қозғалыс, активный адамдар ғой. Солардың бәрі қозғалып, жүйелердің бәрі бүйтіп, түрегеп кетті жаңағы адайдың күйінен кейін. Жүрегім орнына түсті кәдімгідей бар ғой. Сосын тұрдым да, ана айтын тоқтатпа. Келесінде 3 минут ұрып жіберейік. Басағы нардан құлайық дедім да. Өйткені ананың 1 минут деген не ол? Енді басында ойнап келгенде бітіре саласың оны. Сөйтіп өзім рисковать етуге жақындау жігіттердің бірімін. 3 минут Вивальди ойнаған кезде аналардың бәрі тұрып сахнаны қоршап алып, жүйелер қозғалақтап, кәдімгідей өттік қой деп ойладым енді. Бұл конкурс 10 күн өтеді екен, 9-шы күні полуфинал, 10-шы күні финал. Сонда жаңа бәленбай адамнан финалға қатысатыны тек қана 7 орындаушы. Тобы бар, топ емесі бар деген сияқты. Сөйтіп бір кезде қарасам жаңа президенті келе жатыр маған қарай. Good group деп қояды. Сынаққан кетті, көмекшісімен бірге. А зачем вы сыграли второе произведение? 3 минуты дейді да жаңағы. Сасқалақта қалдым да, бірақ Алла аузыма бір әдемі сөз салды да. Тұрдым да, я не мог сократить великого Вивальди дедім анаған. Сөйтіп ем, good, умный продюсер деп жатыр да, бүйтіп басын көрсетіп. Сонымен өттігі әйтеуір деп сөйтсем, кеше қарай біз өткен тізімде жоқпыз. Елге не бетімен қайтам? Неге ананы 3 минут ойнадым деп жаман өкіндім бар ғой. Сөйтіп кешке амал жоқ, ана кісіге бардым. Кешіріңізші бізді. Десем, не болды дейді. Мен айтам, біздер тізімде жоқпыз, алыпсыздарыңыздар ма десем. Жаңағы түсіндіріп жатыр да орысша көмекшісі. Жоқ, біз сіздерді полуфиналға бір-ақ лақтырдық дейді да. Сіздер күнде қатыспайсыздар енді. Жақсылап дайындалыңыздар дейді. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Сөйтіп, жаңағы полуфинал келді. Полуфиналында жаңағыдай екшеліп бір санаулы ғана топтар қалған, бір 20 шақты топ.
15 шақты әнші, классикасы да бар, рогы да бар, анасы да бар, мынасы да бар. Содан полуфиналға кіріп кеттік. Ертеңіне тізім, 7 адамның тізімінің ішіне кірдік, Аллаға шүкір. Финалға қатысатын болдық. Содан оны біз қазір шет жағасын көрсетерміз, сөйтіп финалға қатыстық. Финал бітті. Енді орындарымызға хабарлап жатыр. Тыпырлап тұрмыз, жұрттың бәрі туларын алып келген екен. Біздерге ту ал деп ешкім айтпаған. Енді анау басқа штаттан Қазақстан туын алғызып жоқ десек, оған уақыттар. Күтіп тұрмыз. 3-ші орын Бәленбай дейді. 2-ші орын Түгенбай дейді. Енді құрғанда 1-ші орын, бірақ бізге бере ме, бермей ме? Оның үстінде гран-при бар, бас жүлде. 1-ші орында да жоқпыз. Жаңағы бұлар созады ғой, гран-придің алдында бір 5 минуттай әдейі бір созады, бір 10 минуттай бүйтіп созған кезде бір тыпырлап, не істеріңді білмей осы бүйтіп қалады екенсің, аяғың қозғалмайша кәдімгідей. Не істерімізді білмей, енді мен одан шынымды айтсам үміттене қойған жоқпын. Өйткені Америка бас жүлдені аяқтағы бір қазақтарға ұстатып жібере ме деген ой болады ғой, пендеміз ғой бәріміз, солай емес пе? Сөйтіп тұрған кезде жаңа ағылшын тілінде осындай деп келді, әйтеуір Ұлытау, Қазақстан деген кезде аяғым жүрмей қалды вообще. Балалар келіп қолымнан тартады, қолымызда домбыра бүйтіп ұстап алып, біз соны алдық. Бұл да қазақтардың жалпы музыка әлеміндегі алғашқы жеңісі болатын, әсіресе домбырамен. Содан кейінгі әлемнің сахналарының бәрінде болдық. Біз болмаған елдер тек қана Нигерия, Швейцария, саусақпен санарлық бүкіл мемлекетінде. Алла қаласа осының 26-сында Ұлытау тобымен біз Францияға ұшып барамыз. Осының бәрі айналып келгенде бізді мектеп ашуға итермеледі. Сондықтан біз мектепті, әйтеуір мектеп ашайықшы деп ашқан жоқпыз. Оның алдында біз білім жинадық. Одан кейін ұрпаққа немен қоректенеді, ұрпақты қайтсек күштетеміз деген ниеттің бар айналып келіп мектепке еліп ұласты. Міне сондықтан да бүгінгі таңда біздің ең басты айналысып жүрген дүниеміздің бірі ол Қарақат мектеп студиялары. Ал енді Ұлытауға бір көз салайық. Выступления прошли очень здорово, и на днях выходит альбом первый в Германии, который выпустил наш Records. Клип группы впервые ротируется по всемирной сети на Первом канале России, на телевидении и радио Канада, на радио BOB, RPR и Big FM в Европе, на Центральном радио в Вашингтоне. Альбом группы выпущен в Германии. Релиз диска: Казахстан, Россия, Европа.